Армысыздар қазақ елі. Біз бүгін Жетісу облысы Алакөл ауданы Үшарал қаласында орналасқан Айманбет шаруашылығына келіп отырмыз. Қазір шаруашылық басшысы Рыскелді ағаға қонаққа келдік. Рыскелді аға, саламатсыз ба? Рыскелді аға, енді біз сізге келіп отырмыз. Өзіңіздің мына қазақ еліне шаруашылығыңыз қандай, немен айналысып, қай бағытта, қысқаша айтып өтсеңіз? Менікі бастысы мал шаруашылығы. Шаруашылықта 180 бас бар. Сосын осы тұрған жерімізде 1000 басқа арналған бордақылау алаңы бар. Сосын жер егеміз, осы бордақылауға тамақты көбінесе өзіміз шығарсамыз дейміз. Өзіміз жүгері егеміз, жоңышқа егеміз. Шамамыз келсе арпа бидай, кемесе сатып аламыз. Сосын өзіміздің шаруашылықтың дүкені бар. Халал өніммен жұмыс істейміз. Өзіміз өйткені халал сертификатымыз бар. Тамақ основной беретініміз арпа бидай, жүгері. Сосын силос, сенаж, сүрлеме осыларды беріп тұрамыз. Мына өзіңіз өндіріп жатқан ет бағыты дедіңіз, осы ет өнімдеріңіз халыққа ұсынып отырған халал таза өнім дейсіз ғой? Халал сертификатымыз бар, осы ауданда бізде ғана бар халал сертификат. Бәрекелді. Рыскелді аға, енді мына жерде біз сіздің шаруашылыққа келіп тұрмыз. Мына траншеяңыз тұр екен. Бізден сіздер Казбиосил биологиялық ашытқысын алдыңыз. Енді осы траншеяңыз қанша тонналық, мына силос қандай дақылмен қалай басылды, соны айтып өтсеңіз. Траншея мына яманың силосының яманың сплиттермен жасалған, бұнда екеу бар, каждый ямаға 2000 тонна сыйады. Біз основном сенаж емес, сүрлеме жүгеріге қарай уақыт береміз. Сол кезде август-сентябрь айында басамыз. Оған кәдімгі ашытқы дейміз ғой. Казбиосил қосамыз. Казбиосилді қосқанымызға өтірік ұмытқанбасам 3-4 жыл болды. Жыл сайын осыны пайдаланамыз. Эффектісі жаман деп айтпаймын. Бұрынғы кеңес өкіметінде сияқты тұз қоспаймыз, антисастып. Осы ашытқыны қосамыз. Пайдасы көп деп ойлаймын. Жақсы дегенмен. Өте жақсы. Өйткені көбінесе мына Ресейдікін алғанша мен өзім енді Қазақстанда тұрғаннан кейін мысалы өз өнімді алып отырсам. Отандық өнімді қолдаймын әрқашанда. Мен қазір біреуге жарнама жасайын деп тұрған жоқпын. Қазақ елі еститін болса. Мен өзім тәжірибемнен осы жақсы болғаннан кейін айтып тұрмын мысалы. Ол біреудің өз құқығы ала ма, алмай ма. Бірақ мен үшін осы 1000 бастық бордақ ұстап тұрғаннан кейін бұл өте тиімді нәрсе, өте жақсы сапасы. Одан отход шықпайды, қалмайды, шірімейді. Жақсы. Мен естіп отырмын, жаңа айтып отырсыз, біздің сүрлемнен ешқандай қалдық қалмайды деп отырсыз, сонда сіз қандай да болсын толық 100% малға аяғына дейін бересіз. Мысалы ылғалда қалып қалады, кейде ашық қалып көгерген жағдай болады. Көгергені ағарған кезде бицилин ретінде мал таласып тұрып жеп қояды. Ана бактерия кепкен кезде оны да жеп қояды. Мысалы көбінесе мысалы научный бір 5% деп шығарады ғой. Бізде 5% деген жоқ, 100% чернет қалмайды бұдан. Мына шаруа жолдастар, мен қанша мысалы тәжірибемді былай көріп жүрмін ғой, болады иногда кей кездері жоғары жағында плесня көгерген болады. Шығарып алып тастап, оны трактормен шығарып тастап атады. Ал Рыскелді ағамда мен бірінші рет естіп тұрмын, бұл кісінің тәжірибесінде ол малдарға ертең қыста оны бицилин ретінде берем дейді. Кепкен кезде, ағарған кезде мал таласып тұрып жеп қояды. Бұл маған ғана емес, сіздерге де тың жаңалық деп ойлаймын. Осы Рыскелді ағам тәжірибесін десе болды, қарайып жүрмесе болды. Пайдалану керек қой. Пайдалану керек әрине. Бәрекелді. Зор, пайдасы жақсы. Енді қараңызшы Рыскелді аға, қазір мысалы кейбір жерлерді мен аралап келе жатырмын ғой. Ешқандай ашытқы керек емес. Мен тұзбен басам. Біз атам заманнан тұзбен бастық, сол қала береді дейді. Ал бір кісілер айтады, ол тұз деген қыстың күні ол шөл дейді, ол зиян дейді. Сіздің пікіріңіз қалай? Менің пікірім, біз бордақын ішіне тұзды бөлек береміз. Бөлек жейді. Бөлек жейді. Ірі тұзды бөлек жейді. Жаздың күні болса, біз пісірғанда 3 тонна ботқа пісірамыз, тұзды соған қосып береміз. Мына сүрлемеге тұз қоспаймыз. Тұз қосқаннан кейін ол су ағады, ол сасиды, шірейді деген сияқты. Мынау ешқандай жағымсыз иісі де жоқ. Кәдімгі үйде жейтін салат сияқты тамаша ғой. Одан астын не керек? Квашеный капуста дейсіз? Мөлшері бар. Мысалы, мен әлгі достарыма бір күздің күні қатты жұмыс жүріп жатқан кезде айтамын ғой, класстас қыздарға, міне мынау салат жауып отырмын деймін.
олар банка жапса мен үлкен ямаға 2000 тонна жабамын. Жақсы. Тұздың қажеті жоқ. Тұзды бергің келсе бөлек бер. Зачем оны састасын или суын ағызасын, қажеті жоқ. Ол бір жағынан басып жатқан сүрлеміңізге ертең шығын болады дейсіз ғой. Әрине, артық жұмыс. Сосын мынаның төбесін кеңес өкіметі или әзірге кейбіреусі топырақпен жабады. Топырақтың керегі жоқ. Жерде 2 слой салафанмен жабылса болды, үстіне дөңгелектеріміз басып тұрады, сол жетеді. Бұл ешқашан қатпайды. Қызып тұрады қыстай. Мына жерден алған кезде бу шығып тұрады. Жылы бу. Жылы. Рыскелді аға, сұхбатыңызға рахмет. Сіздің кәсібіңізге береке бірлік тілеймін, ырыс несібет тілеймін. Табысыңыз мол болып, халыққа еңбек ете беріңіз. Рахмет сіздерге.